Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын турецкий десерт дайындайтын боламыз. Яғни өзіміздің тілде айтқанда дымқыл пирог, не болмаса влажный пирог деп атасаңыздар да болады. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен 300 грамм қантымызды саламыз. Екеуін біріктіріп, аппақ болғанша миксердің ең жоғарғы жылдамдығында көпіртетін боламыз. Мінекей массамыз осылай аппақ болып көпіреді. 100 грамм сарыбай, не болмаса 100 грамм маргарин қолдансаңыздар да болады. Ертіп, суытып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Миксердің төменгі жылдамдығында 250 грамм бөлме температурасындағы сүт құямыз. Жылытудың қажеті жоқ. 1-2 араластырып, үстінен 4 ас қасықты какао саламыз. Тағы да миксердің төменгі жылдамдығында 1 келкі болғанша араластырып аламыз. Мінекей массамыз дайын. Енді бір кесеге осы массамыздан алып қаламыз. Не үшін керек екенін видеоның соңында айтатын боламын. Үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқышын және де 300 грамм ұнымызды салып, миксердің төменгі жылдамдығында 1 келкі қамыр болғанша араластырып аламыз. Не болмаса лопатканың көмегімен де араластыра берсеңіздер болады. Қамырымыз дайын. Енді 26-шы диаметрлі формаға құйып алып, алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште пісіріп дайындап аламыз. Мінекей пирогымыз пісіп дайын болды. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Үстіне ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм еріген шоколад, жаңағы алып қойған сұйық массамыз және де 100 мл сүт қажет болады. Барлығын жылытып алғанымыз дұрыс. Осы массаны пирогымыздың үстіне құямыз және де 20 минут, не болмаса 30 минут бөлме температурасына қалдырып, массаны сіңуін күтеміз. Мінекей пирогымыз сұйық массамызды өзіне тартып алды. Әрлеу жағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей ішін кесіп көрсетемін. Менде көп тұрған жоқ, сондықтан барлық жидкісті тартып алған жоқ. Сонда да дәмі деген өте керемет. Жақындарыңызға жасап көріңіздер. Өз ойларыңызды комментарияда қалдырып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.